Адамның бұл дүниеге келуінің өзі бір тұнып тұрған хикая мен құпия сыр екен ғой. Өмір деген жарқ еткен бір найзағай, өмір деген көк аспаннан көркөре деген сөзді Мұқағали ақын қалай тауып айтты екен, Кім айтқаны белгісіз, Жиһангез бір данышпанның адам баласы өмір сүрген уақыт аралығында өзін танумен айналысады деген оқып едім. Рас сөз еш уақытта жалған болмас деген хакім Абай сөзіне құлақ асса, мен де өзімді әлі күнге дейін тани алмай жүрмін. Мүмкін сіздер танитын шығарсыздар, бәрін басынан баяндап көрейін. Менің атым Бейбарыс, кәдімгі өздеріңіз білетін Байзакен қарияның немересі, Амангелдінің баласымын. Ызғары бар жағынан, мұздары бар жағынан тоңдырған желтоқсанда дір-дір етіп дүние есігін аштым. Мысырды билеген атамыз Сұлтан Бейбарыс атамыздың есіміне аттас болып қойылған есім еді. Бұл есімнің қойылуы да ерекше ғой. Сол бір сәтті еске алсақ, ата-анамыздың айтуы бойынша перзентханада мен туылғанда ата-әжем келіп анама әдемі құлаққа жағымды есімдер тізімін айтқан екен. Үйдің 3 баласы болған соң анаммен ақылдасқан болар. Әйтпесе әдетте үлкен кісілер өздері қояды деседі. Сонымен сол есімдер тізімін айтып отырғанда мен кішкентай болып Бейбарыс деген есімді айтқан мезетте түшкіріппін. Барлығы қуанып өз атын өзі таңдады деп Бейбарыс болды. Бір тарих деп есептеймін. Енді міне өсіп келемін. Атыма затым сай ерекше дарынды бала болып, мектепте алдыңғы қатардағы үздік оқушымын. Бастапқыда бастауыш сыныпта туған жерімнің қара шаңырағында бітіріп, 4-ші сыныптан соң Абай атындағы мамандандырылған мектеп-интернатына оқуға бел буып тест тапсырдым. Бұл тесттен де сүрінбей ең жоғарғы ұпай жинаған оқушылар тізімінде болдым. Содан бері міне 2 жыл өтті. Қазір осы мектебінде үздік оқып, дарынды оқушы қатарына толықтырып жүрмін. Дарын адам бойындағы асқан талант, ерекше қабілет, қызығушылығы төмен дейтін адамның өзінің бойынғы бұғып жетіп бір дарынды болады. Адам еңбектенсе, алдына мақсат қойып, өмір жолындай сонымен күрессе, міндетті түрде ойлаған арманына жетеді. Қазіргі таңда дарынды балалар өте көп. Мен өзімді дарынды балалардың қатарына қосамын. Мен өз әлемімде өмір сүріп жатырмын. Жанымда қолдайтын ата-анам, ұстаздарым, әзілі мен достығымыз жарасқан бір сыныпта оқитын сыныптастарым бар. Жанымдағы жақсы адамдар менің жақсы өмір сүруіме қол ұшын созады. Менің бойымдағы қасиетім ақындардың шығармаларын жүрекпен сезініп, мәнерлеп оқу, жаным жабырқап, көңілім құлазыған сәтте жаныма тыныштықты өлеңнен табамын. Ақындардың өлеңдерімен өз әлеміне шақырып, мен де ақындыққа бет бұрдым. Менің сүйікті ақындарым Абай Құнанбаев, Қадыр Мырза Әлі және Мұқағали Мақатаев. Осы аталған ақындардың өлеңдерін жаттаудан аудандық, облыстық байқауларға қатысып, жүлдегер атанып жүрмін. Жігітке жетінер де аз демекші, дарынды бала жан-жақты болуы керек. Менің техникалық құрылғылармен жұмыс жасайтын тағы бір қырым бар. 2022 жылы робототехникада республикалық байқауға қатысып, жүлделі орынға ие болдым. Бұл мен үшін үлкен жетістіктердің бірі. Өз еңбегіммен бағаланса, жұмыс жасауға, қиялдан өрбітіп, тың дүниелер ойлап шығаруға өзімнің септігім тигізген хақ. Спорт жағында өзімен қатар алып келе жатырмын. Қазіргі таңда дзюдо, шахмат, баскетбол, волейбол және тағы басқа спорт салаларымен айналысамын. Осы орайда анам жайлы сөз қозғағым келеді. Анам дзюдо самбодан Азия чемпионы, спорт шебері. Мен де анамның ізін жалғағым келеді. Дзюдодан көптеген жарыстарға барып, жүлделі орындарға ие болдым. Шахмат үйірмесіне 5 жасымнан бастап қатысып келемін. Ең алғашқы жүлдемді сол 5 жасымда алдым. Және менің ең басты мақсатым ол шахматтан гроссмейстер атану. Онымен менің өнерім таусылған жоқ. Мен өнер жағынан да осал емеспін. Әпкем сияқты ән айтамын. Мектебіміздің көптеген шараларда ән айтып, өлең оқып жүремін. Меніңше жігіт жан-жақты болуы тиіс. Мен бұл жыл оқушы байқауына өзімді әбден лайықпын деп есептеймін. Сабақта да, спортта да, өнерде де, қоғамдық жұмыстарға да белсене атсалысып жүрген Бейбарыспын. Сондықтан жыл оқушы байқауына жеңіске жетемін. Мені таныған боларсыздар,